Руслан мырза, не себепті мұндай әйелдікке барғаныңызды айта аласыз ба? Сізге қатысты қандай да бір пікір білдіресіз ба? Ақбаянның 5 баласын баға алмаймыз. Қарабалиндер әулетінің туысы мәлімдеме жасады. Өздеріңіз білесіздер, Сұлтан Сәрсемәлиевтің соты басталды. Өмір бойына бас бостандығынан айырсаңыздар да, тіпті өлім жазасына кессеңіз де барлығына разымын, келісемін деп Сұлтан Сәрсемәлиев сотта айтқан еді. Енді олардың артында 5 бала қалды. Ақбаянның жағдайын өздеріңіз білесіздер қазір. Психикалық ауытқулары бар деді, тіпті өзінің 5-ші баласының бар екенінде есінде жоқ деген секілді бақбеттерінде түрлі мәлімет жүр. Марқұмның қарындасының айтуынша қазіргі жағдайда 5 баланы туыстарының бірінің толық қамқорлығына алу оңай емес. Әр отбасының өз тұрмысы, өз балаларымен жауапкершілігі бар екенін айтқан ол, бұл мәселенің сырт көзге көрінгендей жеңіл шешілмейтінін жеткізді. Қазір біреудің баласын біреу бақпайды, өз балаларың өз үйіне сыймайды. Бәрінде бала бар, өз ойым. Егер Ақбаян сау болса көмектесер едік. Енді бір отбасын қырып салып, Ақбаян анандай болып жатқан жерде мен өзім оның баласын бағамын деп айта алмаймын. Кім болса да сөйтеді. Балалардың кінәсі жоқ. Ол осындай әрекетке барардың алдында ойлануы керек еді. Ақылмен шешу керек, ал ол ашумен шешті, деді Қарабалиндер әулетінің туысы Фаризат Кенжеғалиев. Ағайын алаңдап жатыр, түрлі пікір жазып жатыр. Балалардың тағдыры қандай болады? 1 бала емес, 2 бала емес, 5 бала бақандай артында қалып отыр. Енді оны кім бағады? Шынымен де қазір 5 баланы бағудың өзі қиын, тіпті адамдар өз басын әрең алып жүрген заманда. А их мама, она жертва? Вот вы же видели? Она жертва. Да, она жертва. У нее втянутый подбородок, сейчас у нее еще и пустые глаза. Ну, говорят, что до 5-го ребенка там все окей было, но это происходило постепенно, и в какой-то момент произошло, что произошло. Но я предполагаю, что там, скорее всего, было насилие с его стороны, эмоциональное, возможно, и физическое. С учетом того, что я вижу в его семье, такая же холодная, да, безучастная мать, которая пытается уменьшиться, спрятаться, а как-то не признать, да, вину сына. Отец, который, видимо, тоже применял какие-то насильственные, эмоционально насильственные действия по отношению к сыну, риски очень большие. Сұлтан өзінің жауабында айтты ғой, мен барлығын балаларым үшін істедім. Балаларым үшін істедім. Ондай адамдар жақсы көре ала ма? Нет. Такие люди любят только себя. Они не способны любить других. Давайте разберем, что он говорит. Он говорит, я все это сделала ради детей. А правда ли ради детей? Если он взял только жену и уехал в Индонезию и лишил собственных своих детей, от матери, ближайших родственников, и матери, и себя. А правда ли он думал о детях? Қылмыстық бойынша сіздер енді өмірде өткен адамдар өз құқықтарын қорғай алмайды, сондықтан сіздер жәбірленуші ретінде қатысты. Өтешқалиевқа айтуатсын көшірмесін дауыс ету мемлекет айыптаушы жүктеу. Қандығұл қылмыскер Наурыз Мұқанғалиевті былтыр жазда өлтіріп, мәйітін өзі тұрған жалдамалы үйінің ауласына көміп тастаған. Содан кейін қараша айында ата-енесін пышақтап, денелерін ауылдағы сарайдың ішінде жасырыпты. Бір ай өткенде, яғни желтоқсан айында қолын қанға малған күйеу бала үйдің үлкені Мейрамгүлдің көзін жоюға кірісті деген ақпарат бар. Әпкесінің мәйітін інісінің жанына қойып, қан іздерін жойған. Қылмысты жасырып, шетелге қашып кеткен екен. Елге экстрадицияланған Сұлтан Сәрсемәлиевтің сөмкесінде марқұмдардың жеке куәліктері, банк карталары табылыпты. Күдікті бар кінәсін мойындап, қанды қылмысты алдын ала жоспарлағанын айтыпты. Осылайша Қарабалиндер әулеті айдың күннің аманында қара жамылды. Мейрамгүл мен Наурыз тірі табылады деп үміт үзбей күтіп жүрген жанұяға соңғы жаңалық ауыр соққы болған. Үміт болған, жалпы бәлкім тірі шығар деген. Сондай үміт оянған. Бірақ кеше осылай қазан енді табылды, осылай сүйегі табылды естіген кезде оңай тиген жоқ. Бірақ енді сабыр еткеннен басқа қолдан келетін шара болып жатқан жоқ.
Ішкі істер министрлігі дүйім елді дүр сілкіндірген қылмысқа ұзақ жылдық отбасылық жанжал себеп деп отыр. Қазір Сұлтанның жұбайы Ақбаян Мұханғалиева жындыханада жатыр. Мамандар 5 баласы бар келіншектің психикалық жағдайын тексеріп, қанды оқиғаға қатысы бар жоғын анықтамақ. Ең алғаш ол қылмыс ретінде ашылмай тұрған кезде анау Дубайдағы бір блогермін деп, блогер емес жаңағыдай хакермін деп таныстырған азаматтан бастап мен қадағалауда ұстап келе жатырмын, бақылап келе жатырмын, иә. Ең алғашқы ықтимал жорамалды осы адамдарды өлтіру мүмкін, осы адамнан күдіктенемін негізі сол хакер айтқан болатын. Сол кезден бастап бақылауда ұстап келе жатырмыз. Енді қазір ең басты қылмыс ашылды. Дәл сол азаматтың жасағанда ешқандай күдік күмән жоқ. Менің ойымша енді дұрыс шешім қабылданатындығына да, ең ауыр жаза тағайындалатынына да менде ешқандай күдік күмән жоқ. Оның өзі әрмен соң ол азаматтың өзі жоққа шығарып отқан жоқ. Ол осындай қылмысқа барғандығын. Енді бұл жерде осы сот процесінің нәтижесінде мынау діни радикалдарға байланысты бір қандай да бір қатаңырақ мемлекет шешім қабылдауға тиісті деп ойлаймын. Неге? Ол оқиғаны, бұл іс болмай жатып, ол ұсталмай жатып, сол атыраулық жергілікті азаматтар сол кезде айтып бастаған болатын. Яғни бұл осы дін жолында болғанда радикалды жолда деген сөздерді сол жергілікті ауылдастар айтып бастаған болатын. Сәрсен Малиевте. Иә, сол себепті айтып отырмын. Бұл жерде оған қатысты заңды шешім қабылданады, оған ешқандай күмән жоқ. Бірақ бұндай жағдай болашақта да туындай береді ғой. Кез келген салада радикализм асқан қатыгездікпен ұштасады. Ол енді өзіміз көріп отырмыз. Көп мысалдың қажеті жоқ. Қазір таяу шығыстағы жағдайды алып қараңыздар. Енді біз бұны айтып келе жатқанымызға енді біраз болды ғой. Енді Ернат Бапи ағамыз бар, мен бар, Ринат бар, тағы бір азаматтар біраздан бір айтып келе жатырмыз. Бірақ енді осы жерде бір түйіні шешілер деген өзіміз ойымыз бар. Сосын кредиттардың барлығын доллар арқылы шығарып алған екен да, ол жағдайды қалай тексеруге болады? Ол мына сот үкімі шығып, сосын күшіне енеді ғой. Содан кейін тиісті оған қорытынды жасауға болады. Өйткені ол заңды дәлелдеуді қажет етпейтін нәрсені қазіргі таңда жан-жақты тексеріп жатыр. Шын мәнінде біреудің ақшасын бір қалай алып алуға болады. Ол жерде сенім хаты жоқ. Сенім хаттың өзі нотариалды шандырылған болу керек былайша айтқанда. Егер оның бәрі жоқ екендігі анықталатын болса, онда осы шыққаннан кейін барып оған қатысты біз мәселе көтеретін боламыз. Бірақ қанша дейін сотта бұл мәселе жан-жақты анықталу керек. Әзірге біз ақпаратқа шығып жатқан жекелеген мәліметтер ғой бізге шығып жатқан. Қанша жылға сотталуы мүмкін? Енді бұл асқан қатыгездікпен бір емес, екі және одан көп адамды өлтіргендігі себепті ол 99-ші баптың ең ауыр бөлігімен сотталады. Бұл жерде максималды шегі өмір бақи бас бостан айыруға дейін тағайындай алады сот. Бірақ енді ол соттың құзырындағы мәселе. Келесі жарақаттарды анықталған. Кеуденің алдыңғы сол жақ бетіндегі жара, 8-ші қабырға шеміршік бөлігінің зақымдануы, оң қол басы мен оң білек аймағындағы 6-ші, 7-ші шаралар, жұмсақ тіндерінің буын байламдарының зақымдануы, шыбық сүйек басының және жартай тәрізді сүйектердің ықсу сынуы тірі адамға қатысты бақылау кезінде орташа дәрежелерде дене жарақаттары болып табылады. Ал кеуденің алдыңғы сол жақ бетінде номер 1-ші шара, сол жақ шынтақ буын аймағында 8-ші, 9-ші шаралар ірі және ортақ қан тамырлары мен жүйке талшықтардың зақымдануы болмауы жеңіл дәрежедегі дене жарақаттар ретінде бағаланады. Аталған барлық тесік кесілген жарақаттар жәбірленушінің тірі кезінде өлім алдында қысқа уақыт бұрын өткір тесік кесетін қасиеті бар заттың әсеріне келтірілген. Жарақаттардың келтіру ретін анықтау мүмкін емес. Сұлтан мырза, не себепті мұндай әрекетке барғаныңызды айта аласыз ба? Сізге қатысты қандай да бір пікір білдіресіз ба?